Шөл даладағы қиындық. Қап, мұны судың бәрін былғап тастады ғой. Досым, оның қандай екенін білесің ғой? Оның бізді басынуына жол бермеуіміз керек. Дайындалыңдар. Иә, мырза. Алға. Бұл мүмкін емес, жоқ, тоқта, бізге де қалдырсаңшы қап. Ол соңғы тамшысына дейін ішіп қойыпты. Бір жұтым суда қалмады ма? Мен қатты шөлдедім. Қалай, сонда бір тамшы да қалмаған ба? Судың бәрін ішіп қойғаны несі? Сен бүкіл суды сымырып алып түк болмағандай жата бермексің бе? Қой, оған шақыртама. Жібер мені, сен өзіңді кіммін деп тұрсың, а? Ай, балақайлар, сендердің қатты шөлдегендеріңді түсінем. Бірақ онымен байланыспаңдар, басқа жерден су іздеймін. Қайдан? Тағы да қайдан су іздейміз? Біз білетін жалғыз су қоймасы тек осы болған. Не? Сонда басқа жерде су жоқ па? Бұл мүмкін емес қой. Жаңбырдың жауғанын күтуден басқа амалымыз жоқ, бірақ ол қашан болар белгісіз. Біткен жеріміз осы. Олай демеңіз, Юру мырза. Мырза, осы күнге дейін сізге адал қызмет еткеніме ризамын. Бәрі жақсы болады. Енді не істейміз? Тағы су табуға болатын бір жерді білетін сияқтымын. Оны ойыңа алушы болма. Тек ол жер емес, Мейю. Онда шөл даласының патшасы тұрады, судың иесі де сол. Шөл дала патшасы? Кім болса да су үшін төбелесуге барман. Суды өз жекеменшігіне алу жердегі ережеге қайшы. Ол қайда, қане, мен оған апарыңдаршы. Қам жеме, онымен біз өзіміз айналсамыз, солай ма? Е, мырза! Жоқ, сендер мен түсінбедіңдер, ол шынында да қатты қорқынышты. Ол жағын алаңдама, кон тұрғанда ешкім бізді жеңе алмайды. Бірақ кейде ол тым шектен шығып кетеді, бірақ... Кон біздің қатарымызда болғандықтан ештеңеден қорқпаймыз. Рас па? Ана кішкентай біз оқыма? Кішкентай балақайға түйенің үстінде отыру ұнап қалған сияқты. Келіп қалдық ба? Біздің жолға шыққанымызға небәрі 4-5 минут болды ғой. Қандай шыдамсызсыңдар өздерің? Анау, Кай деген үлкен құс тұратын тау ғой. Егер де сол жерге жетсек, өз орманымызға жақындадық деген сөз. Шын айтасың ба? Алақай, біз аман қалдық. Алақай, біз аман қалдық. Қайда барасыңдар? Ал бәше, біздің суымыз не бақ сонда? Не? Сендер суларыңды бізден емес, Гоннан сұраңдар. Иә, суларыңды Гон тауысты. Сонымен сөйлесіңдер. Кетпеңдер! Сатқында! Уайдамаңдар. Мен сендермен бірге барам. Мен жұртты жарты жолда тастап кететін сатқындардан емеспін. Бұлар шөл дала патшасының көмекшілері! Оларды маған қалдырыңдар. Арқама жасырына тұрыңдар, жақындамаңдар. Ей, ары кет, ары. Керемет! Ана кішкентай балақай мықты екен. Шамасы біздің мүмкіндігіміз бар сияқты. Маған тиіспе.
Өздерінің түрі не деген жағымсыз. Маған бұндай жабысқақтар ұнамайды. Ұстап алдым. Жарайсыңдар. Оларды бір қолмен ақлақтыра салдық. Өздері қайдан шыққан жәндіктер екен? Юру мырза, Юру мырза. Олар біздің досымызды кетті. Не? Міне осында. Шөл дала патшасы осында тұрады. Сезіп тұрмын. Осы жерде бір қауіптің барын сезіп тұрмын. Ойласам денем тітіркеніп кетер. Мына дауыс Юрудың ақ құлағының даусына ұқсайды екен. Көмектесіңдер, өтінем. Көмектесіңдер. Кім бар? Гонның қолынан келетін білігем. Ой, жарайсың, Гон. Жарайсың, еді сол керек, өзіне де сол керек. Жоқ, ол оңайлықпен белі қоймайтын сияқты. Юру мырза, көмектесіңіз. Қасымда ол сатқанның атын аузыңа далушы болма. Түсіндің бе? Еске оларға. Юру мырза, келдіңіз. Сіз келетіңізді біліп ем. Келуге мәжбүр болдым. Әйтпесе маған тамақты кім тауып береді? Абайла, ол қайтып тұрайын деп жатыр. Өзі қайтпайды екен, солай ма? Біздің қолымызда не келетін көрсетейік. Жоқ, қайда барасың? Тұр осында. Менің арқама жасырын. Мырза, бұл қолынан келді, біз жеңдік. Көрсінен берме. Қандай ерлік, ана балақай бәрімізді де құтқарды. Ай, балақай маған қатты ұнады. Енді су іздеп әуре болмасақ та болады. Бәрімізге де жететін су бар.
Жаңа су қоймасын тауып бергендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз бәріңізге. Рахмет сендерге, достар. Я, үлкен рахмет. Әрқашан бір-біріне көмектесіп жүріңдер. Алақай, ал досым, кететін уақыт болды. Кеттік. Сау болыңдар. Тағы да рахмет, жолдарың болсын. Ары отыр, мен сыймай отырмын. Ей, сен өте үлкенсің, түсіп қалшы. Кімді үлкен деп тұрсың? Ойлаңдар сендер.